Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 113-ші сабақ 43-ші жаттығу. Тақырыбы бойынша ертегінің мазмұнын болжа. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Ертеде бір хан әскерімен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып, амандаспастан, «Су қайда?» дейді. «Су дегенің көл ме?» дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек», дейді айғайлап. «Мен хан ішеді деп қасқиып жатқан бұлақ көргенім жоқ», дейді қойшы. Хан қатты ашуланып, «Неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын, ал мынаның басын», деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы: «Тақсыр хан, дат», дейді. «Датың болса айт», дейді хан. «Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптей ме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым», деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп, қойшыны босатыпты. Ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Ертегіні ел аузынан жазып алған Сапарғали Бегалин. Ал енді осы жаттығу бойынша тапсырмаларды орындайық. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Хан әскерімен бірге сусыз шөлге тап болды. Хан қойшыдан не сұрады және ол неге ашуланды? Хан қойшыдан су сұрады және қойшының бірден жауап бермегеніне ашуланды. Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Қойшы ханды жауына әлі келмеген соң, кегін қол астында қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым, деп жеңді. Ертегі мазмұнын кестеде берілген тақырыптар бойынша топта талқыла. Балалар, бұны мектепте топпен талқылайтын боласыздар. Яғни бірінші топ хан, екінші топ қойшы, үшінші топ хан мен қойшы, төртінші топ ертегінің аяқталуы. 44-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағына орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде 4-ші орын алады. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Сан есімдердің астын сыз. Сан есімнің қай түрі екенін ажырат. Мәтіндегі сан есімдер 4-ші 25 сөздері. Бұл жердегі есептік сан есім 25, ал реттік сан есім 4-ші. 45-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Бақалар 3 рет секіру жарысында жүлделі орынға ие болды. Әр бақа 3 рет секіргенде әрбір келесі секіру алдыңғысынан 1 метрге қысқа болды. Сонда 3 рет секіргенде әр бақа неше метр қашықтыққа секірді? Бірінші бақа бір секіргенде 7 метрге секірді, келесі секіргенде 6 метрге секірді, келесі секіргенде 5 метрге секірді. Яғни әр секіргенде 1 метрге қысқарып отырды. Яғни 7 метр, 6 метр, 5 метр, сонда 18 метрге секірді. Екінші бақа бірінші секіргенде 5 метрге секірді, екінші секіргенде 4 метр, келесі секіргенде 3 метрге секіріп, барлығы 12 метрге секірді. Үшінші бақа бір секіргенде 4 метрге секірді, екінші секіргенде 3 метрге, келесі секіргенде 2 метрге секіріп, барлығы 9 метрге секірді. Жүлделі орынға 18 метрге секірген бақа ие болды.
46-шы жаттығу жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Құдық, күдіксіз құдық, суы суық, тұнық құдық. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Видеоға міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды міндетті түрде бірінші болып көретін боласыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.